Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күздік салаттың, яғни осенний салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл салаттың ерекшелігі құрамындағы көкөністерді қуырмаймыз, барлығын турап банкаға салатын боламыз. Мен барлығын асықпай мұқият түсіндіріп көрсетемін, сондықтан видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін өткізбей көріңіздер. Ең алдымен бұл салатты дайындауға қияр, қызанақ, қырыққабат, сәбіз, укроп, болгар бұрышы және де 2 бас пияз бен сарымсақ, 1 дана ащы бұрыш қажет болады. Салаттың құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Алдымен барлық көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Қырыққабатты видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап соломка етіп турап шығамыз. Туралған көкөністердің барлығын араластыруға ыңғайлы болу үшін үлкендеу ыдысқа салатын боламыз. Мінекей осылай қырыққабатымыздың барлығын турап салып алдық. Келесі кезекте біз болгар бұрыштарын турап аламыз. Бұрышты осылай 2-ге немесе 4-ге бөліп, бұрышты да соломка етіп жұқалап турап аламыз. Мен осындай 2 түстен алдым. Сіздер де өздеріңіз қалаған түсті алсаңыздар болады. Болгар бұрышымен бірге ащы қызыл бұрышты да осылай ұсақтап бірге турап қосып жіберіңіздер. Негізі ащы бұрышты қосу, қоспау өз еріктеріңізде. Ұнамаса қоспай қойыңыздар. Мінекей болгар бұрыштарын да турап шықтық. Барлығын енді жаңағы ыдысымызға, яғни туралған капустаның үстіне саламыз. Келесі кезекте пиязымызды да күнделікті тағамға турағандай осылай жартылай сақиналап, жұқалап турап шығамыз. Турап алған пиязымыздың да көкөністеріміздің үстіне осылай саламыз. Келесі кезекте біз сәбізімізді арнайы теркадан осылай ұзынша етіп өткізіп аламыз. Егер терка болмаған жағдайда сәбізді өзіңіз қолмен ақ жұқалап ұсақтап турап алсаңыз болады. Туралған сәбізімізді де осылай барлық көкөністеріміздің үстіне салдық. Келесі кезекте қиярды видеода көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі салатқа турағандай осылай жұқалатып турап аламыз. Егер қиярларыңыз үлкен болып жатса, осылай ортасынан бір бөліп турап шықсаңыздар болады. Енді туралған қиярларыңызды жаңағы үлкен ыдысымызға көкөністеріміздің үстіне саламыз. Ал енді келесі кезекте қызанағымызды турап аламыз. Қызанақты да осылай 4 бөлікке бөліп алып, қатты жұқа да, қатты қалың да етпей, осылай турап шығамыз. Барлығын турап алдық. Енді жаңағы ыдысымызға саламыз. Ал енді сарымсақты да видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4-ке немесе 6-ға бөліп, ұсақ етіп турап шығамыз. Турап алған сарымсағымызды да жаңағы үлкен ыдысымызға саламыз. Салатымызға соңында 1 бума укроп, яғни аскөк қосамыз. Егер мүлдем ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Осылай ұсақ етіп турап шығамыз және де салатымызға қосамыз. Келесі кезекте біз дәміне қарай тұзын саламыз. Мен 3 қасық тұз салдым. Сіздер дәмін көріп отырып салсаңыздар болады. Одан кейін 1 ас қасық қант саламыз. Негізі қантты қоспай қойсаңыздар да болады. Біздің салатымыздың атылып кетпей жақсы сақталуы үшін 5 таблетка аспирин қышқылын қостым. Аспиринді бірінші жақсылап ұнтақтап езіп алыңыздар. Содан кейін ғана барып қосыңыздар. Енді тұзы, қанты, аспирин жақсылап сіңгенше, осылай салатымызды біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Салаттың соңында 200 немесе 150 грамдай ыстық қайнап тұрған сұйық майымызды құямыз. Яғни сұйық майды бірінші газге қойып, жақсылап ысытып алыңыздар. Одан кейін барып салатқа қосыңыздар. Салатымыздың соңында әбден жақсылап біркелкі болғанша дейін араластырамыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай салатымыз біршама көлемі басылып қалды. Енді бетін жақсылап жауып, шамамен 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз банкаларымызды жақсылап жуып, булап аламыз. Мен мантаваркаға шамамен 10 минуттың көлемінде булаймын. Қақпақтарды да міндетті түрде 3-4 минут қайнатып аламыз. Біздің салатымыз 1,5 сағаттай тұрды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай салаттың бойынан біршама шырыны шықты. Тағы да қолымызбен жақсылап араластырып жібереміз. Дәмін көрсеңіздер болады. Тұзы аз болса тұзын қосыңыздар. Енді біз стерилденген банкаларымызға осы салаттарымызды салып шығамыз.
Салатты салып жатқан кезде қолдарыңызбен кішкене нығыздап отырыңыздар. Осылайша барлық банкаларымызды толтырып шығамыз, яғни салаттарымызды салып шығамыз. Құрметті көрермендерім, қазақ тілді осындай каналдың кеңінен дамуына аз да болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, каналға подписация батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Мінекей біз салаттарымызды салып алдық. Шырынын банкаларымыздың барлығына теңдей бөліп құйып шығамыз. Енді біз қайнататын ыдысқа бірінші астына осылай майлық төсеп алып, банкаларымызды қақпақтарын қатты жаппай осылай салып аламыз. Үстіне салқын су құямыз, яғни суды банканың бетіне дейін қатты толтырмай осылай құйыңыздар. Енді осыны газ отымызға қойып толықтай қайнағанын күтеміз. Толықтай қайнап шыққан сәттен бастап есептегенде 40 минут қайнатамыз. Егер 2 литрлік банка болатын болса, 50 минуттай қайнатып алыңыздар. Мінекей біз 40 минут көлемінде қайнаттық. Енді судан алып қақпақтарын жақсылап, ешқандай ауа кіріп кетпейтіндей етіп, арнайы банка жапқыш құралымен қақпақтарын жақсылап жауып аламыз. Ауа кіріп кетпегеніне, жақсылап жабылғанына да көз жеткізіп алыңыздар. Осымен біздің өте дәмді күздік салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.